Ең керемет күн. Дәл осындай атпен бүгін жетім және әлеуметтік тұрмысы төмен отбасылардан шыққан балаларға арналған қайырымдылық шарасы өтті. Жаңа жыл қарсаңында мерекелік көңіл-күй сыйлауды мақсат еткен шараның басты ерекшелігі кез келген ерікті бір күнге өз жұмысын тоқтатып, уақытын балаларға арнайды. Жаңа жылға орай балаларға тарту. Бүгін Алматыдағы сауда ойын орталықтарының бірінде ең керемет күн акциясы өтті. Онда Алматы облысына қарасты Еңбекші Қазақ ауданындағы Ыбырай Алтынсарин мектеп-интернатының 70-ге жуық тәрбиеленуші қалаға келіп, шараға қатысты. Олардың қатарында ата-анасы жоқ, әлеуметтік жағдайы төмен отбасының балалары да бар. Бұл жобаның ішіне, бұл акцияның ішіне балаларды ойын-сауық аттракцион парктеріне алып барып, оларға бір керемет кеш ұйымдастыру, түскі уақытта мерекелік ас беріп, клоундармен, аниматорлармен, біздің волонтерлармен, еріктілермен бірге ойнау қарастырылған. Ең керемет күн акциясында қуаныштан жүздері балбұл жанған балалардың тілегі ортақ еді. Олар осындай мерекелік шараға қатыса өзге балалар да осы қуанышты көрсе екен деп тілейді. Біз машиналарға, аттракциондарға отырдық, оларды тағы басқа ойындарға ойнадық. Олар бізді деген қалай ойнап жатқанымызды да ойлап жатқан шығар. Біз оларды да алып келгіміз келеді. Шара ұйымдастырушылары 7 жылдан бері әлеуметтік бейімдеу бойынша жұмыс жасап келеді. Ал балаларға қуаныш сыйлаған бұл акция бұған дейін Оңтүстік Қазақстан және Ақмола облыстарында да ұйымдастырылған. Ақбота Мұсабекқызы, Дәурен Әбішев, Қазақньюс, Алматы.